Сәлем достар, Спартак тортын жасау үшін ең алдымен сары май, бал және қантты қайнап тұрған будың үстінде ерітеміз. Толық ерігеннен кейін 3 жұмыртқамызды араластырып, осы қоспамыздың үстіне құямыз. Сонан кейін кішкене араластырамыз. Араласып болғаннан кейін соданы саламыз. Одан кейін 2 минуттай үзбей араластырып отырамыз. Осындай ақшыл түс болғаннан кейін аламыз. Мен үлкенде ыдысқа құйып аламын. Осының үстінен ұн, какао қосамын. Және осыларды лопатамен араластырып, немесе қолмен де араластыруға болады. Осыдан қамыр жасаймыз. Қамырымызды пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағат немесе 1,5 сағат. Одан көп тұратын болса, қамырымыз қатты болып қалады. Енді кремімізді әзірлейміз. Қаймаққа крахмал, қант, жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласып болғандан кейін қайнап тұрған будың үстінде 20-25 минуттай үзбей араластырып тұрамыз. Осылай қойып болғаннан кейін алып, бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, 8 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалатып шығамыз. Бірден алып, пергамент қағаздың үстінде немесе ковриктің үстіне жаямыз. Және вилкамен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Сразу ыстық кезінде домалатып кесіп аламыз. Қалғанынан торттың жандарына себетін крошки жасаймыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін тоңазытқыштан кремімізді алып, қасықтап салып, үстінен тағы да миксерлеп отырамыз. Барлығында осылай жасап болғаннан кейін креміміз дайын болады. Енді осы кремімізді әр корждың арасына жағып шығамыз. Шоколад пен сұйық майды микротолқынды пеште ерітіп алып, торттың бетіне жағамыз. Тортымызды тоңазытқышқа кемі 10 сағатқа саламыз. Сонан кейін барып алып кесуге болады. Біздің Спартак тортымыз осымен дайын, өте дәмді, ауызда еритін болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.